Сөздердің мағыналық тұрғыдан өзара тіркесуі нәтижесінде синтаксистік қызметте жұмсалатын сөйлемнің дербес бөлшегі сөйлем мүшелері деп аталады. Қазақ тілінде 5 сөйлем мүшесі бар: бастауыш, баяндауыш, толық дауыш, анық дауыш, пысық дауыш. Сөйлем мүшелерінің белгілері: толық мағыналы сөз болу керек, сөйлемдегі басқа сөзбен байланысып тұру керек, сөйлем мүшелерінің бірінің сұрағына жауап беру керек. Сөйлем мүшелері атқаратын қызметіне қарай тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер болып екі үлкен топқа бөлінеді. Бұлардың ішінде бастауыш пен баяндауыш сөйлем құрауға негіз болады. Сондықтан тұрлаулы мүшелер деп аталады. Мысалы, күн жылынды. Ал анық дауыш, толық дауыш, пысық дауыштар өздігінен сөйлем құрай алмайды. Тек берілген ойдың шеңберін кеңейтеді. Сондықтан бұлар тұрлаусыз мүшелер деп аталады. Мысалы, кеше Абай Әбдірахманның болашақ жоспары туралы сұрап білді. Атау септігінде тұрып, іс уақиғаның иесін білдіретін тұрлаулы сөйлем мүшесі бастауыш деп аталады. Бастауыштың сұрақтары: кім не, кімдер нелер, кімім нем, кімің нең, кіміңіз неңіз, кімі несі, кімдер нелер. Бастауыштар құрылысына қарай дара бастауыш, күрделі бастауыш, үйірлі бастауыш болып бөлінеді. Бастауыш болатын сөз таптары: зат есім, есімдік, сын есім, сан есім, есімше, тұйық етістік, одағай және үстеу. Бастауыштың іс-әрекетін, қимылын, белгісін, жай-күйін, уақиғаның қай шақта болғанын білдіріп, сөйлемді аяқтап, ойды тиянақтап тұратын тұрлаулы мүше баяндауыш деп аталады. Баяндауыштың сұрақтары: қайтты, не істеді, не қылды. Сонымен қатар баяндауыш қай сөз табынан болса, сол сөз табының сұрағына жауап береді. Баяндауыш құрылысына қарай дара баяндауыш, күрделі баяндауыш, үйірлі баяндауыш болып бөлінеді. Баяндауыш болатын сөз таптары: етістіктер, сын есім, зат есім, сан есім, есімдік, көмекші етістік пен еліктеуіш сөз. Толықтауыш тұрлаусыз мүшелердің бірі. Ол сөйлемде іс уақиғаны заттық мағына жағынан толықтыру үшін жұмсалады. Яғни сөйлемдегі амал әрекетті іс уақиғаны заттық мағына жағынан толықтырып тұратын тұрлаусыз сөйлем мүшесін толықтауыш деп атаймыз. Толықтауыш кімге неге, кімді нені, кімде неде, кіммен немен, кім туралы, не туралы, кім жөнінде, кім жайында деген сұрақтарға жауап береді. Толықтауыш құрылысына қарай дара толықтауыш, күрделі толықтауыш, үйірлі толықтауыш болып бөлінеді. Мазмұн мен тұлғасы жағынан толықтауыш тура толықтауыш, жанама толықтауыш болып бөлінеді. Тұрлаусыз мүшенің келесі түрі анықтауыш. Сөйлемде зат есімнен не заттық ұғымда жұмсалған басқа сөз таптарынан болған мүшелерді сындық, сапалық, сандық, иелік жағынан сипаттайтын тұрлаусыз мүше анықтауыш деп аталады. Анықтауыш қандай, қай, қанша, неше, нешінші, кімнің, ненің деген сұрақтарға жауап береді. Анықтауышты құрылысына қарай дара анықтауыш, күрделі анықтауыш, үйірлі анықтауыш болып бөлінеді. Анықтауыш болатын сөз таптары: сын есім, зат есім, сан есім, есімдік, есімше, ілік септікте тұрған есім сөздер. Пысықтауыш тұрлаусыз мүшенің бір түрі. Етістіктен болған баяндауышты мекен, мезгіл, қимылсын, себеп, мақсат жағынан айқындайтын сөйлемнің тұрлаусыз мүшесі пысықтауыш деп аталады. Сұрақтары: қашан, қалай, қайдан, қашаннан бері, қанша, қайтып, қалайша, неліктен, неге, не үшін. Пысықтауыш құрылысына қарай дара пысықтауыш, күрделі пысықтауыш, үйірлі пысықтауыш болып бөлінеді. Пысықтауыштың мағыналық түрлері: мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, мақсат пысықтауыш, амал пысықтауыш, себеп пысықтауыш және мөлшер пысықтауыш. Балалар, біздер сіздермен сөйлемнің тұрлаулы
және тұрлаусыз мүшелерімен таныстық. Сөйлем мүшелері туралы білімдеріңізді әрі қарай кеңейту өз қолдарыңызда. Ендеше іске сәт, жас достар.